Өскен шашты қалай қалыңдатуға болады? Сәлем қыз-келіншектер, бүгін мен өз тәжірибеммен өткен шашты қалай қалыңдатуға болады, немесе шашты қалай өсіруге болады тақырыбында сіздерге өз тәжірибемді бөлісетін боламын. Ол үшін пиязды теркадан өте ұсақ үккіштен өткізіп, осылай оның суын сығып, оған бір қасық майсана майы және базилин майын қосып араластырамыз. Және оны шашымызға жақсылап жағып, көріп тұрғандарыңыздай менің шашымның алдыңғы бөлігі көбіне түсіп қалған, соған жағып толыққанды шаштың түбіне жағып, оған салапанды киіп, үстіне жақсылап орамалды байлап 2 сағаттай ұстайсыз, және кейін жақсылап бірнеше рет сабынмен жуып тастайсыз. Осылай әр аптасына 1 рет жасап тұрсаңыз, 1 айда